Ой, жарайсыңдар отырғандар. Ал енді балалар ауылмен топқа бөлініп алады. Кейін мына жерде қазақ не? Қазақтың ойындары, иә? Осы арқылы мына жерде ойындылар таңдау арқылы топқа бөлінеміз. Келіп орындар. Кел ал топқа жаңа топқа бөлінеміз. Қайт ойындырыз. Тез аламыздар, тоқтарымызда. 3 кітаптарымызды алып алды топқа отырамыз. 2-3 топ. Балалар, бүгінгі сабағымыз бастамас бұрын көңіл күйіміз қалай? Олай болса көңіл күйімізді күшті қылып өз дүниемізді айтып жүрейік. Сабаққа дейін көңіл күйімізді көрсеткен. Қолауызы кәнеміз, болса жайық бәріміз, арнарымыз сендерге, тез тұрыңдар шемберге. Қандай жақсы бір тұру, достарымен бір жүру, қандай жақсы дос болу. Жарайсыңдар, ал сәттілік кетіп отырамыз. Бастаймыз, дайынсыз ба? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы балалар зат есімнің көпше, жекеше түрі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты зат есімнің көпше және жекеше түрін ажыратуды үйренеміз. Тоқтап. Ендеше балалар өткен сабағымызды біз бір қайталап өтейікші. Өткен сабақта қандай нені өттік біз? Олай болса қазір мен алақанда сөздерді мен жазырамын. Соның ішінен зат есім сөзді табамыз, жарай ма? Ойнады, қызыл, алма, жүгірді, қинады. Алма. Жақсы. Тағы да келесі, мына қолдың ішінде, алақан ішінде сөздер бар, бірнеше сөздер. Оның ішіне зат есімді табамыз, иә? Оқушы, биші, жүгірді, биледі, кітап. Оқушы. Бірнеше зат есімдер бар екен, иә? Жақсы, жарайсыңдар. Зат есімнің жекеше және көпше түрін үйренеміз. Зат есім, мысалы, мен қазір сөздерді айтам, сендер сұрақ қойыңдар, иә? Оқушылар. Парталар. Нелер. Біз қандай сұрақтар қойдық? Нелер деген. Яғни біз заттың көпше түрін айттық, иә? Ал енді мен тағы да бірнеше сөздерді айтам, соған сұрақ қоямыз, иә? Кітап. Ойыншықтар. Шар. Тағы қаламдар десек? Яғни зат есімнің біз көпше, жекеше түрін айттық, иә? Нелер деген сұрақты қойдық. Сөздерге қандай сұрақ қойдық біз қазір қайталап сөздерге? Нелер. Яғни балалар бүгін зат есімнің біз жекеше және көпше түрін үйренеміз. Яғни балалар қараңдар, зат есімнің көпше түріне кімдер, нелер деген сұрақ қояды екенбіз, ал зат есімнің жекеше түріне кім, не деген сұрақ қояды екенбіз. Түсінікті ме балалар? Ал бұлай болса, біз ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Өткен сабақта біз үй тапсырмасына нені бердік? Олай болса, ережені кім айтады? Ал атын айтамыз. Жарайсың. Қандай сұрақтар бар? Оларға кім кімдер, нелер деген жақсы. Тағы кім айтады? Алина айтамыз. Қазір барлық топқа, әр топқа тапсырмалар береміз. Алдарында сендердің тапсырмаларын тұр. Ол жерде міне қараңдар, сұрақтар тұр. Сол сұрақтарға біздер сұраққа қатысты сөздерді жабыстырамыз. Мысалы, нелер деген сөздерге қандай кітаптар, парталар, яғни жансыз заттарға көшеге нелер деген сөзді, нелер деген сұраққа суреттерді жабыстырамыз, иә? Ал енді олай болса, тапсырманың алдымызда мен қазір мына суреттің ішінен қатысты. Мысалы, кілттер деген суретті жабыстырамын. Одан кейін нелер?
домбыралар, иә? Дұрыс па балалар? Осылай деген сұраққа біз қатысты суреттерді не істейміз? Жабыстырамыз. Олай болса алып кеттік, тапсырмаларды орындаймыз. Жауап береді. Аяқ кім деген сұрақ қараңдар. Кім деген сұрақ? Кім деген сұрақ? Оған мына ішіндегі суреттерді аламыз, жақында отырамыз. Қараңдар. Кім деген сұраққа жауап береді. Мына суреттің ішіне жауап береді. Сөздерді суреттерді бүйтіп жабыстырамыз. Кім деген мына суретте қандай сұрақтар болады? Кімдер? Демек сізге бұл керек емес. Болды, тапсырманы жарайсыздар. Сұрақ қойылды. Не кіл, не ат, не топ, не асық, не алма, не кітап, не карандаш, не домбыра. Ал балалар, суреттерді дұрыс құрастырды ма? Дұрыстап ма? Жоқтар дұрыстап, қошемет беріңіз балалар. Біздің топқа кім деген сұрақ келді? Сұрақ қоялы. Кім? Кім? Әже. Кім? Бала. Кім? Оқушы. Кім? Кім? Мұғалім. Кім? Дәрігер. Кім? аспазшы. Ал балалар, бұл топта дұрыс құрастырды ма? Бізде жұптық жұмыс, яғни жұптасып, мына тапсырманы орындаймыз. Бұл жерде заттың жеке-жеке түрі тұр, жанына біз көптік жалғау жалғаймыз. Екінші бағанда заттың көпше түрі, біз сол зат иесінің көпше түрін жекеше түрге айналдырамыз. Тапсырма түсінікті ма? Олай болса, жеке жұптық жұмысты бастаймыз. Кеттік. Adalar. Tak güzel düzenler. Dur. Bir-birine verilirdi, жаңағы тексереміз, дұрыс орындар ма, дұрыс орындамады ма. Bir-бірімізге береміз. Екі жұп сендер мынаған беріңдер. Тапсырған дұрыс орындар ма? Сен екеуіңіз орындар. Енді бұрасына бересіңдер, бұрасы үшін сендер. Сендер жұмыстарды мынау екі жұпқа тексеріңдер. Дұрыс орындар ма, дұрыс орындар ма? Тексереміз. Сендер дұрыс екен. Тексереміз. Көпшілік жалғау дұрыс жалғанды ма? Тексереміз. Біз жекеше, заттың жекеше және көпше түрін ажыратуды үйрендік, олай болса, мен қазір жеке тапсырма берем, қалыптастырушы бағалау. Барлығына осындай жеке тапсырма үлестіріледі. Бүгінгі сабақты қалай түсіндік біз осы қалыптастырушы бағалау арқылы бағаларды қоямыз, жарай ма? Жекеше және көпше түрдегі екі балықшы түрі, әрқайсысына тиісті балықты не істейміз? Сызып
сәйкестендіреміз. Түсінді ма? Иә. Тапсырма түсінді ма? Жақсы, кеттік. Кеттік. Әрқайсымыз өзіміз орындаймыз. Түсінді ма? Аяғыма. Бастаймыз. Жеке орындаймыз. Бұл қалыптастыру бағалау. Яғни біз сабақты қалай түсіндік? Дұрыс. Әрқайсымыз өзіміз жеке орындаймыз. Бір-бірімізге кедергі жасамаймыз, жарай ма? Алдарына екі қағаздан бердім, е? Оған біз зат есімнің бір қағазға зат есімнің жекеше түрін жазамыз, екінші қағазға зат есімнің көпше түрін жазамыз да, сол жазған сөзімізді, мысалы, заттың жекеше түрін жазсам, жекеше түрге, яғни қоржынға саламыз, түсінді ма? Көпше түр сөз жазсам, көпше түрге саламыз, яғни біз бүгінгі сабақ бойынша не қылдық? Зат есімнің жекеше көпше түрін ажыраттық, бірнеше тапсырма орындадық. Сол үшін мына тапсырмада біз не істейміз? Зат есімнің жекеше көпше түрін жазып, сол жекеше және көпше түр қоржынға саламыз. Түсінді ма? Олар осы тапсырманы орындаймыз. Жазыңдар кімге қағазын? Қайда? Дұрыс. Енді сала қойған. Молодец, сұрасың, өте жақсы, керемет жылдам. Келе ғой. Жас болса қалар сала береміз. Жақсы. Аны көрсетеміз. Жарайсың, саламыз. Жазған сөзімізді жекеше түріне, көпше түріне есті қоржынға саламыз, е? Орындаймыз, балалар, барлығымыз орындаймыз бұл тапсырманы. Қоржынға саламыз. Үйге тапсырманы белгілеп аламыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бойынша 95-ші сабақ 58-ші бетте 47-ші жаттығуды үй тапсырмасына белгілейміз. Бұл жерде балалар көптік жалғаулардың тиістісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Яғни сөйлемді ортада көптік жалғау тұр, е? Сол көптік жалғаудың біреуін, яғни сол сөзге тиістісін жазып, сөйлемді көшіріп жазамыз. Түсінді ма? Белгілеп аламыз. Бүгінгі сабағымыз бізге түсінікті болды ма? Олай болса, зат есімнің көпше және жекеше түрін бір қайталап жүрейікші. Зат есімнің жекеше түріне қандай сұрақтар қойылады? Не. Ал зат есімнің көпше түріне қандай сұрақтар қойылады? Нелер? Жақсы. Зат есімнің жекеше түріне мысал келтірейікші. Жақсы. Зат есімнің көпше түріне мысал келтіре қойып. Тұра ғой орнына. Зат есімнің көпше түріне мысал қаламда. Жақсы.
Көкшетүрде мысал келтір. Бишілер дұрыс, гүлдер дұрыс, балалар дұрыс, оқушылар. Бұлардың бәрі зат есімнің көкшетүрі. Қайталайықшы, қандай сұрақтар зат есім көкшетүріне? Гүлдер. Жақсы, өте жақсы. Сонымен балалар бүгін сабағымыз түсінікті болды ма? Зат есімнің жекеше және көкшетүрін ажырата аламыз ба? Сабақ түсінікті болды ғой? Жақсы. Отырамыз. Бүгінгі сабағымыз бізге түсінікті болды ма? Болса кері байланыс. Бұнда қазір барлығына стикерлерді, аты жөнімізді жазамыз да, кері байланыс жасамыз. Яғни біз мен зат есімнің жекеше көкшетүрін ажырата аламын, яғни сабақты жақсы түсіндірдім десеңдер, осыған стикерді жазасыздар, иә? Зат есімнің жекеше түрін ажырата аламын, ажыратуда кішкене қателесемін деген болсаңдар, осыған стикерлерді жаздырасыңдар. Ал енді сабақта, бүгінгі сабақта мүлдем түсінбедім десеңдер, мынаған стикерді кері байланысты жаздырасыз. Түсінді ме? Ал кері байланыс жазамыз, аты жөнімізді жазамыз. Бүгінгі сабақ қалай? Онарына не істедіңіз? Көкшетүрін ажырата алдыңдар. Әлде зат есім көкшетүр, жекеше түрде қателестім бе? Соны жазамыз. Кері байланыс. Кері байланыс жасайсыз. Бүгінгі сабақта зат есімді жекеше және көкшетүрін қалай ажырата алдың ба? Әлде ажыратуда қателестің ба? Әлде мүлдем түсінбедің ба? Өзі бүгінгі сабаққа кері байланыс жаз. Жас болсақ, балалар, білеміз. Жабыстырамыз.